Қарағанды облысы бойынша мектепке дейінгі біліммен қамту көрсеткіші 88%-ға жетті. Дегенмен облыс орталығында әлі де 6000-ға жуық кішкентай қарағандылық балабақша кезегінде тұр. Неліктен жаңа орындарға сұраныс сақталып отыр? Бұл мәселені шешу үшін қандай шаралар қолға алынуда? Толығырақ тілші бейнематериалында. Әрбір отбасы бала тәрбиелеуді үй жағдайында ұйымдастыруға мүмкіндік таба бермейді. Осы жағдайда көмекке балабақша келеді. Және Қазақстанда балабақшаларда жалпы кезек жүйесі орнатылған. Бұл жүйе бойынша барлық елді мекендердегі балалар бір тізімге енгізіліп, орындар кезекпен бөлінеді. Кезек тіркелу уақытына қарай анықталады. Сондықтан алғашқы баласын күтіп жүрген аналар кешіккенін сезуі мүмкін. Балам қазір 3 айлық, мен қазір баламды балабақшаға кезегіне қоюды жоспарлап жүрмін. Менің көптеген таныстарым балаларын дүниеге келген кезден бастап кезекке тұрған. Мен уақытымды созып алдым деп ойлаймын. Қазіргі таңда облыстағы балабақшалармен қамтамасыз ету жағдайы 10-15 жыл бұрынғыдай қиын емес. Қазір өңірімізде 40 мыңға жуық баланы қамтитын 412 мектепке дейінгі ұйым жұмыс істейді. Оның ішінде 4-тен 1 бөлігі жекеменшік балабақшалар мен шағын орталықтар. Олар мемлекеттік тапсырыс бойынша қызмет көрсетеді. Мектепке дейінгі тәрбие және біліммен қамтылу көрсеткіші 2-6 жас аралығындағы балалар үшін 88,1% құрайды. 2024 жылы 3540 жаңа орын ашылып, 14 балабақша мен шағын орталық іске қосылды. 3-6 жас аралығындағы балалардың балабақшамен қамтылу деңгейі 100%-ға жетті. Қарағанды облысы бойынша 411 мектепке дейінгі білім беру ұйымдары жұмыс істейді. Оның 106-сы жекеменшік мектепке дейінгі білім беру ұйымдары. Енді облыс бойынша қарқынды жұмыс жүргізуде. Барлық мектепке дейінгі балаларды біліммен қамтамасыз ету бойынша. Қарағанды қаласының тұрғындарының саны 1990 жылдардың басынан бастап 2002 жылға дейін жыл сайын азайып отырған. Ал 2003 жылдан бастап жағдай өзгеріп, соңғы жылдары құрылыс өскені байқалуда. Қалада жаңа тұрғын үй кешендері мен шағын аудандар салынып, бұл мектепке дейінгі инфрақұрылымға деген сұранысты арттырады. Қарағанды қаласы бойынша 6 мектепке дейінгі білім беру ұйымның құрылысы жоспарлануда. Бүгінгі таңда жұмыстар көгілдір тоғандарда, сонымен қатар панель центр шағын микроаудандарында жұмыстар жүргізуде. Ата-аналарға балабақшаға бармайтын балаларын тәрбиелеу мен дамытуға қатысты әдістемелік көмек көрсету мақсатында кеңес беру орталықтарын ашу жоспарланып отыр. Бұл орталықтар ата-аналарға балаларды үй жағдайында тәрбиелеу және дамыту бойынша көмек ұсынады. Сонымен қатар сәби даму виртуалды алаңы іске қосылып, ата-аналарға әдістемелік бағыт-бағдар береді. Қарағанды облысындағы балабақшалар наурыз айынан бастап ваучерлік қаржыландыру жүйесіне көшеді. Бұл деньги за ребенком жобасы бойынша жүзеге асырылады. Облыс балабақшалары жаңа жүйеге толықтай дайын. Жарылғап Жағыпар, Шалқар Алтынбеков, Данил Заславский, 5-ші арна.